Саламатсыздар ма көрермендер, қалайсыздар? Бүгін сіздерге осындай керемет әрі жұмсақ өте дәмді тез уақытта дайын болатын булочкидің жасалу барысымен бөлісетін боламын. Бұл булочкидің жасалу барысын видеоны соңына дейін көру арқылы біле алатын боласыздар. Ал ендеше булочкимізді жасап бастаймыз. Бұл булочкиді жасау үшін бізге қажет болады сүт, сары май, мед, шекер, тұз және де дрожж қажет болады. Және бір штук жұмыртқа қажет болады. Ең алдымен ыдысымызға сүтімізді құямыз. Сары майымызды саламыз. Толтырып 1 столовый ложка мед қосамыз. Және де құрғақ дрожж, шекер, тұзымызды саламыз. Жақсылап араластырамыз. Және де жұмыртқамызды да осы аралықта қосып жібереміз. Енді аз-аздап ұн салып, жұмсақ қамыр илейміз. Енді қамырымыздың үстіне 1 столовый ложка сұйық майды құйып, жақсылап қамырдың барлық бөлігіне осылай жағып шығамыз. Енді расстойкаға қоямыз ашытуға. Арасында 1-2 рет қайтарып жіберетін боламыз. Мінекей біздің қамырымыз дайын. Енді бетін жауып ашытуға қоямыз 1,5-2 сағатқа. Арасында міндетті түрде 2 реттен қайтарып жіберіңіздер. Сонда біздің булочкиіміз көтерілгенде өте әдемі болып көтеріліп шығады. Қамырымыз жақсылап көтерілді. Енді начинкасын дайындайтын боламыз. Бізге кез келген үйдің творогы немесе дүкеннің творогын алсаңыздар да болады. Творогын қосамыз, татымына қарай шекер. Егер творог құрғақ болатын болса, жұмыртқа немесе қаймақ қосып жіберіп, начинкасын дайындаймыз. Менің творогым аздап құрғақ болып тұр. Сондықтан мен қазір аздап қаймақ қосып, жақсылап біркелкі масса дайындаймын. Мінекей біздің начинкамыз дайын болды. Осындай суы шықпаған біркелкі масса керек бізге. Енді массамызды бөлек алып, дайын болған қамырымызды тараздың немесе көз мөлшерімен бірдей етіп, барлығын бөліп шығамыз. Сонда біздің булочкиіміз барлығы бірдей болып шығады. Осылай бөліп, қамырымызды сондай домалақтап аламыз. Бір формаға келтіріп. Жайғанда бір тегіс болып жайылу керек бізге.
Қамырымыздың барлығын формаға келтіріп дайындап алдым. Енді аздаған ұнның көмегімен жұқалап жаямыз. Қатты жұқада жаюға болмайды. Қамырды жайған уақытта оқтауды қатты басуға болмайды. Аздаған осылай күш салмай осылай жайып аламыз. Неге жайып алдым. Енді осылай екі шетін аздап кесіп шығамыз. Арасына енді начинкамызды саламыз. Начинканы осылай жайып салып жібереміз. Егер үйде ягоды бар болса, әртүрлі жемістер немесе мейіз қосып жіберсеңіздер болады. Мен ешқандай жеміс те, мейіз де қоспай, творогтың өзімен ғана жасап жатырмын. Енді ақырын осылай алып, осылай жасаймыз мінекей. Осылай формаға келтіреміз. Тағы да сіздерге біреуін көрсетейін жайып. Аздап қана ұнның көмегімен жаямыз, әйтпесе столдың үстіне жабысып қалады. Және де қыздар, сіздерге менен кішігірім өтініш ретінде қабылдасаңыздар да болады. Менің каналыма көпсіңіз тіркелмей қарайды екенсіздер. Сондықтан менің каналыма тіркеліп алсаңыздар, күнделікті осындай қарапайым, жеңіл, тез уақытта дайын болатын тағам түрлерін шығарған кезде видеом сіздерге көрініп тұратын болады. Сондықтан барынша маған қолдау білдіріп, каналыма тіркеліп кетсеңіздер. Мінекей қамырымызды ақырын ғана күш салмай жайып алдым. Енді жаңағыдай кесіп шығамыз осылай. Міне. Осылай кесіп алдық. Енді ішіне начинкамызды саламыз. Барлық қамырымызды осылай начинкамен жайып жасасақ болады. Мінекей келесін осылай. Осындай өте әдемі формада шығады. Барлық қамырымызды осылай жайып шығатын боламыз. Мінекей булочкилерді дайындап бүгіп қойдым. Енді расстойкаға жарты сағатқа қойып қоямын. Міндетті түрде расстойкаға қою керек, сонда біздің булочкеміз күшті көтерілетін болады. Булочкеміз жақсылап көтерілді. Енді бетіне жұмыртқа жағып 180 градуста 25-30 минут аралығында пісіріп аламыз. Мінекей қыздар, біздің булочкеміз дайын болды. Жуып жұмсақ. Қараңыздар, бір жасағаннан шығады. Толық рецепті описание бөлімінде қалдырып кетемін. Сіздер де менің рецептімен жасап көріңіздер. Бізге аз болсын, сіздермен болған мен Гүлжанар. Күшті жуып жұмсақ булочкем.